Армысыз қымбатты көрермен, АФМ толық сайдары. Бүгін біз қаржы пирамидалары жайында кеңінен тарқатып, оның тәуекелдер жайында және де өмірде болған мысалдар жайында сөз қозғаймыз. Және де біздің басты мақсатымыз көрерменнен өздеріңізден келіп түскен сауалдарға барынша түсінікті тілмен, жалпақ тілмен жеткізу. Ол үшін студиямыздың қонағы Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаменті басшысының орынбасары Алмас Манатұлы арнайы шырайлы шымқаладан Астанаға аттерлетіп келіп отыр. Уақыт бөліп подкаст алаңына келгеніңізге рахмет. Сонымен бастайық. Алмас мырза, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Ең әуелі шырайлы Шымкенттен Астанаға келіп уақыт бөлгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді бұл подкаст біз әдейі осындай форматты алып отырмыз. Барынша өзіңіз білесіз, біз ақпаратты үнемі жаңағыдай өзіміздің әлеуметтік желілер арқылы таратамыз. Алайда ол жерде көпшілікте бірнеше сұрақтар туындайды. Көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтарға мына өзіміз берген ақпараттан бөлек, ресми ақпараттан бөлек кішкене түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін, кері байланыс орнату үшін қоғаммен осындай алаңды қолданып отырмыз. Сол себепті тағы да қош келдіңіз. Рахмет. Біздің бүгінгі өзің подкастқа арқау болған тақырып, өзіңіз білесіз, қаржылық мониторинг агенттігінің басым бағыттарының бірі бұл пирамида мәселесі. Өкінішке қарай қаржылық пирамида мәселесі әлі де өткір, әлі де өзекті. Сондықтан да енді есесіне өзіңіз келіп отқан өңір, жалпы оңтүстік өңірді жалпы алатын болсақ, бұл таңсық емес. Соңғы уақытта өздеріңізден жаңағыдай Назира Голд, Аяла Голд сияқты сынды ірі пирамидалардың жұмысы тоқтады. Бірақ бірнеше сұрақтар бар. Сол сұрақтардың әрбіріне жеке-жеке тоқталып, барынша көрерменге пайдалы әрі осындай бір қаржылық алаяқтыққа қалай түспес бойынша пайдалы кеңестермен бөлісейік. Ендеше ең әуелі қазіргі таңда жаңа менің сөзіме тұздық болсын, өңірдегі жағдай қандай, пирамида мәселесі шынымен де өршіп тұр ме, соңғы уақытта қандай қылмыстық істер қаралды, сол бойынша қысқаша айтып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Қаржы пирамидасымен күрес ол біздің агенттіктің басым бағыттарының бірі. Шымкент қаласына келетін болсақ, 2020 жылдан бастап бүгін күнге дейін 26 қылмыстық іс анықталған. Ол 26 қылмыстық іс бойынша жәбірленушілердің саны 6000-нан асады, ал келтірілген залал сомасы салымшыларға 7 миллиард теңгеден асады. Енді қаржы пирамидасы жаңағы бұл не деген сұрақ туындайды? Бұл деген жаңа салымшылардың қаражатын есебінен, оларды жаңа салымшыларды тарту арқылы олардың қаражат есебінен бастапқы салымшыға қаражат беру. Әдетте бастапқы салымшы болған адамдар пайда табады, одан кейін келген адамдар жаңағы қаржы пирамидасы құрбаны айналады. Одан бөлек жаңағы айтып кететін жаңағы ең қызықты мәселелердің бірі, жаңағы дұрыс айтасыз, Шымкент өңірі жаңағы 26 қылмыстық іс, ол тікелей жаңағы Шымкент өңірі, жаңағы оңтүстік өңір дейміз ғой. Ол жерде халықтың көп шоғырлануымен тікелей байланысты деуге болады. Не себепті жаңағы халық қаржы пирамидасының құрбаны болған тағы да сұрақ туындайды? Ол жаңағы кейбір азаматтардың қаржылық сауаттылық деңгейінің өкінішке орай төмен болу. Одан бөлек жаңағы тез пайда тапсам екен, тез байып кетсем екен деген азаматтардың жаңағы қате ойлары. Енді әдетте жаңағы қалай бірінші салымшы келіп жаңа қаржы пирамидасына ақша салады. Ол жаңа айтылғандай бірінші салымшы пайда табады. Оны жаңа қаржы пирамидасы ұйымдастырушы әдейі түрде ақпараттық желілерде оны көрсетеді. Халық көрсін деп. Әдейі сол арқылы бұл айтқан кезде халықты өзіне сөйтіп тартады. Жаңағы өкінішке орай бізде жаңағы кейбіреулер бәленше түгенше фин пирамида деп айтпайды. Ана жерге ақша салыпты, соны пайда тауыпты, мен де салып көрейін ақша. Пайда табам деп өз ақша салады, одан бөлек жаңа туған туысқандарын барып айтады, жақындарын айтады. Өзі жаңағы
қаржы пирамидасының құрбаны бола тұра, одан бөлек ол азамат қаржы пирамидасының жарнамалаушысына айналады ғой. Өзі соны біле отыра деп айтсақ бола ма? Жоқ, ол басында әлде білмей? Жоқ, білмей. Басында ақша салады, ол ойлайды қазір пайда табамын деп ойлайды. Енді содан кейін жаңа жақын туыстарына барып айтады. Қызықтырады. Сен де пайда табасың, мен ақша салдым, уже бәленше түгенше көрдің ба, бұған дейін ақша салып уже пайда тап дейді. Сөйтіп өзі жарнамалаушыға айналып, сөйтіп адамдар жиналады. Соңында жаңа айтқандай біреудің бастапқы салған жаңа салымшының табысы арқасында бастапқы салымшыға пайда түседі. Ол жаңағы орысша айтқан бесконечно не может продолжаться. Соңында бұл қаржы пирамида жарылады. Енді пішіні өз пирамида ғой, көрініп тұр ғой. Түптің түбінде біреу ұтады, біреу ұтылады. Жаңа өзіңіз айтқандай, расымен де Шымкентте, енді оңтүстік өңірде той томалақ көп, туған туыс бәрі бір-бірімен араласады. Сол кезде енді тығыз араласады деп айтсақ болады. Сондықтан да бір жағынан пирамиданың тез дамып кетуіне, дендеп кетуіне осы бір де себеп шығар. Енді біз бұған дейін таратқан ақпараттарда кей пирамидалар қаржылық, енді олар түрлі жаңағыдай инвестициялық қор болып, жаңа тағы бірнеше әртүрлі жобаларға атымен жамылады, жасырынады. Мысалы біреуі жаңағыдай Африка елдерінде гауһартас дейді, біреу криптовалюта дейді, біреуі жаңағыдай шетелде электросамокаттар жалға беру мәселесін көтереді. Ал енді сіздерде Шымкентте соңғы уақытта мен жаңағыдай көрген ақпараттарға байқап қарасам, алтынмен байланысты екен. Бұл жерде бір специфика ма, ерекшелік па, неліктен Шымкентте жаңағыдай барлық қаржы пирамидалар көбіне зергерлік бұйымдармен байланысты болып отыр, осының атауын жамылып отыр? Дұрыс айтасыз, бізде осы биылғы жылы біршама қылмыстық істер жаңағы тіркелді. Қаржы пирамида, соның ішінде жаңағы алтын бұйымдарына инвестиция жасап пайда табасыздар деген жаңағы жарнамамен қаржы пирамидалар бар. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей Назира Голд, Аяла Голд деген. Голд деген атауды қосады, иә? Дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде жаңағы істерге келетін болсақ, жаңа Назира Голд өзіне керек. Бұл жерде алтынға инвестиция жасайсың деп халық тартады. Қызығы жаңағы офисында өздерінің шын мәнінде алтын бұйымдарын көрсетеді. Алтын бұйымдарын сатады. Бірақ сатқан кезде қалай сатады? Көзбояушылық. Халық келген кезде, вот біз алтынмен айналысамыз, алтынмен бизнес жасаймыз, ақша салсаң пайда табасың деп сөйтіп халықты алдайды. Ең қызығы жаңағы Назира Голдқа келетін болсақ, бастапқы жарнамасының кезінде, ең басында бұл қаржы пирамида құрылған кезде халыққа жаңағы салған қаражатыңнан ай сайын 20% алып отырасың дейді. Мысалға айтсақ, 10 миллион теңге салсаңыз, 5 ай бойы 20%-нен алып отырасыз дейді. Это 10 миллионның получается 20%, ол 2 миллион теңге, дұрыс қой. Сөйтіп 5 айда 2 миллион теңгені алып отырған кезде ол 10 миллион теңге аласың дейді. 6-шы айда өзіңнің бастапқы салған 10 миллион теңгеңді қайтып аласың дейді. То есть 10 миллион теңге салсаңыз, соңында 20 миллион теңге қайтарып аласыз деп сөйтіп халық жарнамалаған. Адамдар сонда 10 миллиондап кірген бе? Бұл жерде қазір осы жерде айтып кетейін, енді жаңағы айтқандай 170 миллион теңге салған бізде салымшы бар. 170 миллион теңге? 170 миллион теңге. Қолма-қол ақша берген бе? Бұл жерде қызығы, бұл азамат Шымкенттің басқа өңірдің қаржы пирамидасына бүткіл Қазақстаннан ақша салған. Басқа өңірдің, Қызылорда өңірінің азаматы тұрып жатқан үйін сатып 170 миллион теңге. Өзі жалдамалы пәтерде тұрып 170 миллион теңгені осы қаржы пирамидасына салған. Сонда ақшаны тез айналдырып алам деп ойлаған ғой? Дұрыс айтасыз. Жаңағы айтқандай тез табыс табам, жоғары табыс табам деген қате оймен қаражат салған, өкінішке орай енді жаңағы ақшасы да қайтпады, сонымен үйсіз де қалып отырды. Сонда енді былай ойлап қарасаң, 170 миллион теңгесі бар адам қаржылық сауатсыз деп айтуға келмейді. Енді үйге жаңа жинаған тергені бар, бұндай жаңағыдай ақшаға жету үшін де біраз еңбек еткен ғой адам деген. Бірақ жаңағыдай жарнаманың салдарынан, тез байып кетем деген ойдың салдарынан
осыншама ақшадан қағылып отыр, иә. Бірақ енді осы кейсті алатын болсақ, ол ақшасын қайтара ала ма? Енді осы қылмыстық іс келетін болсақ, біз бұл іс бойынша анықтағандай, бұл қаржы пирамидасына 4000-нан астам салымшы қаражат салған. Ол қаражаттың көлемі 4 миллиард теңгеден асады, жаңа 4000 салымшының. Жаңағы қылмыстық істі тергеу кезінде бізбен анықтадық, Назира Голдтың жаңа ұйымдастырушы Нұржан Назира осы қылмыстық жаңа қаржы пирамидасын ұйымдастырып жүргізіп жатқан кезде салымшылардың қаражат есебінен әртүрлі жылжымайтын мүліктер, автокөліктер, жаңа әшекей бұйымдар сатып алған. Оның барлығын жаңағы ертең жауапкершілікке тартылатын түсіне тұра үшінші тұлға дейді, өзінің туған туысқандарына, жақындарына тіркеген. Енді іс бойынша, жаңағы осы іс бойынша біз 2,3 миллиард теңгеден асатын жалпы көлемі, жаңа ақша қаражаты бар, оның ішінде жылжымайтын мүліктер бар, автокөліктерге тыйым салынды. Ол жаңағы соттың үкіміне сәйкес, үкімнен кейін ол жаңағы салымшыларға қайтарылатын болады. Енді мысалы түгел дерлік адам ақшасын ала ала ма? Өйткені бұл осы бір ең бірінші өткір жиі қойылатын бізге сұрақ. Назира Голдтан бөлек жалпы кез келген қаржы пирамидасының салымшыларының бізге әлеуметтік желіге келіп түсетін сұрағы осы. Біз ақшамызды қалай қайтарып аламыз, қашан қайтарып аламыз, осы механизм қаншалықты дұрыс жүзеге асады? Өте дұрыс сұрақ. Әдетте қаржы пирамидасының салымшылары барлықтары ақшаларын қайтып ала алмайды. Себебі кейбір жағдайда өкінішке орай жаңағы оның ақшаның қайда кеткені туралы анықтау мүмкін болмайды. Ол өзіне жаңағы жүріс-тұрысына жаратуы мүмкін адам, мүмкін там басқа адамдардың атына тіркеп қою мүмкін бөлікті. И сол себепті орысша айтқанда не всегда получается установить имущество. И соңында жаңағы салымшылар жапа шегіп отырады. Дегенмен енді жақсы, егерде жаңағыдай Назира Голд алатын болсақ, 2,3 миллиард теңге өндіріліп алынды, енді сол салымшылардың арасында таратылады. Ол үшін не істеу керек салымшылар? Өйткені білуімше көбіне жаңа салымшылар сотқа дейінгі тергеп тексеру уақытында сол ұйымдастырушыны барынша қорғап шығуға, ақтап шығуға, оның жаңағыдай, яғни керісінше біздің жұмысымызға кедергі келтіріп, арыз жазудан бас тартатын жайттар бар осы пирамидаға қатысты. Осы ретті пайдаланып қандай әрекет ету керек кейін жаңағыдай сан соғып қалмас үшін, салымшылар, адамдар, осыны жік-жіктеп айтып берсеңіз. Өте дұрыс сұрақ. Әдетте біз қылмыстық істі бастағаннан кейін бізде жаңағы салымшылардың тізім болады анықталған. Әрбір салымшыға біз жаңағы телефон шалып шақырамыз, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа жеткіземіз. Мынандай қаржы пирамидасы әшкереленді, жаңағы келіп бізге жүгініңіздер, арыз жазыңыздар дейміз. Әдетте, мысалға айтайын, 700 салымшы болса, соның жартысы ғана арызбен жүгінеді. Қалғандар арыз жазудан бас тартады. Не себеп десеңіз, сол салымшылардың арасында өзінің бір активистер болады. Өзі салымшы, өзі бір белсенді арыз жазбаңдар дейді басқарына барып. Сендер қазір арыз жазсаңдар, жаңағы қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынады, сотталады, одан кейін біз мүлкімізді қайтарып ала алмаймыз дейді. Сосын көп адам, одан бөлек жаңағы, сіз жаңа дұрыс айтып кетсіз, қаржы пирамидасы заңды жұмыс істеп жатқан, оларды заңсыз әшкереледі, заңсыз жапты. Сол себептен біз қазір арыз жазуды қою керекпіз. Қайта керісінше шағымданады, барлық жерде. Дұрыс айтасыз. Біздің үстімізден келіп арыз жазады, прокуратураға барады, президент әкімшілігіне, мемлекет басшысына дейін арыз жазады. Экономик тергеп тексеру қызметінің қызметкерлері заңды жұмыс жасап жатқан мекеменің жұмысын тоқтатты,
деп сондай көп кездеседі. Енді халыққа жаңағы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, бірақ көбінесе арыз жазбайды. Сонымен арыз жазбайды. Ал арыз жазбаса, іс ертең аяқталған соң іс міндетті түрде сотқа барады. Сот жаңағы тәркіленген мүліктері бар, оны ертең аукционға сатып, жаңағы жәбірленуші деп танылған азаматтарға ақшаларын, қаражаттарын қайтарып береді. Ал егер де азаматтар жаңағы тергеу органына келіп арыз жазбаса, іс бойынша жәбірленуші танылмаса, азаматтық талапкер ретінде танылмаса, ертең жаңағы салған қаржысын қайтып алудың басқа заңды жолы жоқ екендігін жеткізгім келіп отыр. Осындай жағдай. Иә, сондықтан да біздің көрермендердің назарына тағы да үндеу айтамыз. Егер де жаңағыдай қаржылық мониторинг агенттігінің ресми ақпараты, яғни қызметі тоқтатылды, немесе қаржы пирамидасы әшкереленді деген ресми ақпарат шыққан тұста бірде жаңа арыз жазуға, қайта керісінше бізбен бірге бұл мәселені тарқатуға, шешуге атсалысу керек. Сол кезде өзінің салған ақшасын қайтарып алуға мүмкіндігі бар. Енді аталған іс бойынша енді біз әлі де бақылаймыз, көреміз, өздерінің салған ақшаларын қайтып алатын жайттар көп болса екен дейміз. Бірақ енді одан кейін адамдар қайта ұрынбаса екен дейміз. Осындай неге. Енді өздеріңіз жәбірленушімен тікелей жұмыс істегендіктен мен білгім келетіні, жаңа 170 миллион деп қалдыңыз ғой, тағы да қандай осындай мысалдар бар? Жалпы адамдар қандай жағдайда келеді? Біз енді көбіне ойлаймыз ғой, менің ойымша ол қате пікір. Адамдардың, келетін адамдардың жалпы картинасын шығарсақ, көбіне қандай адамдар осы пирамидалар кіріп жатады? Жаңағы айтқан салымшылардың портреті дейсіз ғой. Әдетте біз бұл мәселені қарадық. Әдетте ол 40-45 жастан жоғарғы жастағы көбінесе әйел адамдар. Ол жаңағы көп кездесетін, жаңағы білім саласында жұмыс істейтін, денсаулық сақтау саласында жұмыс істейтін әйел адамдар. Ер адамдар жоқ деп айтпаймыз, бар, жас жігіттер де бар, бірақ көбінесе 45 жастан асқан әйел адамдар. Осы жерде айтып кетейін дегенім, жаңағы істі тергеу барысында әртүрлі жағдайлармен кездесеміз. Соның арасында мынандай жағдай болған. Жәбірленуші деп бір әйел адам келеді. Сонымен келіп арызын жазады. Арызын жазады. Біз оны жәбірленуші танимыз, азамат талапкер ретінде танимыз. Одан кейін енді ол кісінің жаңа тергеу әрекетін болдық. Содан кейін басқалармен жұмыс істедік. Енді біраз уақыттан кейін жаңағы әйел бізге қайтадан келеді. Сендер мына қаржы пирамидасы бойынша біршама зат тәркіледіңдер ғой дейді. Сол менің салған ақшамды маған қазір қайтарып беріңдерші. Өтініш келеді. Сонымен біз оған түсіндіреміз, біз олай істей алмаймыз. Ол соттың шешімімен қайтарылады. Сонымен ол әйел қоймайды жаңағы жағдайын айтып. Сонымен енді ақырындап сұрасақ, оказывается, мынандай жағдай екенде, ол үйінде жаңағы, енді адам баласы болмыз, барлығымыз жаңағы ақша жинауға тырысамыз. Сөйтсе, енді ерлі зайыптылар жинаған терген ақшасын депозитқа салған. Сөйтсе, жұбайы білмейді екен. Келіншегі барып, депозитін ақша шешіп, айтпай қаржы пирамидасына салған, жаңа тез табам ақша деген оймен. Сөйтіп ертең жаңа күйеуін білсе ұрыс болады деген сондай өкінішке орай сондай жағдайлар кездесуде жұмыста. Яғни отбасы мүшелері жаңағыдай пирамиданың мүшесі болып кеткенін де білмейді, дұрыс. кей кездері. Яғни бұл жерде анау оларды шақырған салымшылардың мен несін айтамын да, қалай ғана өйстіп, мүмкін олардың өзі үгіттеген де шығар, үйдегілерге айтпаңыз, бізге ақшаны алып келіңіз, осындай қысқа ғана уақытта ақшаңызды қайтарып аласыз деген сияқты. Тез айналдырып шығасыз деп. Енді 170 миллион туралы салымшыларды айттық. Көбіне қандай сомамен кіріп жатады сонда адамдар? Біреу жаңағыдай өзіңіз айтып отырсыз, депозитті ақшаны алып шығады. Біреу енді үйін сатып кіріп жатыр. Тағы қандай жайттар бар? Жаңағы
170 миллионға жаңа қайта оралатын болсақ, 170 миллион жаңа одан да басқа салымшылар бар. Бірақ біз білеміз ақша салғанын. Енді келіп арыз жазыңыздар деп түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Кейбіреулер келіп арыз жазбайды. Арыз жазбаудың себебі кейбір жағдайларда енді қызық жағдайлар болады. Арыз жазбаймын, мен басқаша ақшамды шығарып аламын дейді. Қалай? Басқаша ақшамды шығарамын дейді. Біз сұраймыз, қалай шығарады десем, анау орысша айтқан кезде не по понятиям не писать заявление дейді. Да. Ар көреді, ұят көреді. Иә, сондай жағдайлар кездеседі. Сондай жағдайлар болған. Түсінікті. Енді әртүрлі адамдармен, әртүрлі жайттармен кездесесіздер. Енді жалпы тағы да бір орынды сұрақ, енді қоғамның сұрағы, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, салымшылардың көлемі енді ауқымды болған екен пирамида. Бірақ біздің агенттіктің де қазір арнайы механизмі бар. Қаржылық пирамидалардың белгілері айқын болған тұста адамдар аз уақытта жаңағыдай пирамида жұмысын тоқтатуға тырысамыз. Алайда бұл ретте енді көбіне тез таралып кеткенін байқап отырмыз. Не себепті аталған мысалы пирамида? Ол жаңағыдай зергерлік бұйымдар дүкенмен атымен жамылғасын ба, әлде жаңа өзіміз айтпақшы бұл жерде туыстар бір орта тез неліктен дендеп кетті? Орынды сұрақ. Жаңағы айтқандай да, оған себептің бірі жаңағы қайтадан оралсақ, жаңағы оңтүстік өңірдегі халық саны көбі, біздің оңтүстік өңірде ақпараттың тез таралуы, одан бөлек жаңағы айтылғандай алтын бұйымдары бойынша қаржылық пирамидалардың жаңағы жарнамада жаңағы пайданың жаңағы проценттерінің үлкен болуды. Халық оны көріп тез байым деген оймен өкінішке орай осындай қаржы пирамидасына ұрынып отыр. Сосын жаңағы тағы да қосып кетейін дегенім, жаңағы осы қаржы пирамидасы бойынша бастапқыда жаңа айттым ғой, көп адамдар жаңа арыз жазудан бас тартады. Жаңа қаржы пирамидасы емес, бұл заңды ұйым деп көбісі несі түсінеді. Біз жаңағы әрбір жаңағы жәбірленушімен жаңа индивидуальный жұмыс істейміз, шақырып түсіндіреміз. Оларға мынандай жағдайға жетеміз да. Анау рентабельность деген бизнесте рентабельность ұғым бар ғой. Ол жерде мысалы 5%-ке дейін пайда тапсаң, төменгі рентабельді бизнес, 5-тен 20%-ға дейін пайда тапсаң, орта пайдалы бизнес деп, ал 20-дан 30%-ке дейін табатын пайда көзі бар бизнес, ол жоғарғы рентабель или өте тиімді бизнес деп. Бұл жерде жаңағы назираға келетін болсақ, ол бастапқыда 200% уәде берген, 200%. Одан бөлек жаңағы уже салымшылардың саны азаюға жақындаған кезде, жаңа орысша айтқан енді қаржы енді жарылуға азған кезде уже халыққа айына 40%-ке дейін пайда табасы деген жарнама жасаған. Осыны енді көп жағдайда жаңағы салымшыларымыз Назира Голдсник жаңа қайта оралатын болсақ, жаңа 4000 салымшының бастапқы кезінде біз 5 ай істі терген кезде 157 ғана адамы бізге арызбен жүгінді. Қаншама жаңағы жұмыстар жүргіздік, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жаңағы әшкереленген туралы жеткіздік, брифингтер өткіздік, жәбірленушімен жұмыс жасадық, каждый түсіндірме жұмыстарын жасадық. Бірақ 157 ғана адам арызбен шағымданды. Одан бөлек жаңағы айтылғандай үстімізге жаңағы күнде арыз түседі. Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаменті заңды жұмыс жасаған қаржы пирамидасын жапты деп, сондай оған жаңағы әртүрлі блогерларды, заңгерлерді шақырып жаңа әлеуметтік желілер арқылы, то есть қысым көрсетілді. Оны біз бұл жағдайды түсініп 157 адаммен жаңа қылмыстық істі аяқтауға шешім қабылдадық. Шешім қабылдап жаңағы қылмыстық сотқа жолдадық. Енді қазіргі таңда жаңағы қылмыстық істі аяқтап, одан жаңа қылмыстық істен
бөлек тағы бір қылмыстық істі жаңағы қылмыстық іс жүргізу кодексіне талаптарына сәйкес бөлек деп алдық. Біз түсіндік, ертең қылмыстық іс аяқталып сот үкімі шыққан соң халық қаржы пирамидасы екен көз жеткен соң бізге қайтадан келетін. Енді жаңағы Назира Голд пирамидасы ұйымдастырушысы Нұржан Назира сот үкімімен 10 жылға бас бостығынан айырылды. Жаңағы айтылғандай 2,3 миллиардтан теңгеге асатын мүлкі тәркіленді. Енді қылмыстық іс бойынша сот үкімі шыққаннан кейін бұған дейін жаңағы арыз жазбаймыз, бұл заңды жұмыс жасаған мекеме деген салымшылар бізге қазір департаментқа жаппай келіп арыздарын жазуда. Бүгінгі таңда бөлектенген қылмыстық іс бойынша 350-ден аса жәбірленуші келіп, бұған дейін арыз жазбайтын дейміз, жәбірленушілеріміз бүгін келіп арыздарын жазуда. Сотқа дейінгі демек сенбеген, е? Дұрыс айтасыз. Сот үкімі шыққан тұста ғана қазір жаңа келіп отыр. Ал енді осы ақша қайтару механизмі қалай жұмыс істейді? Ақша қайтару механизмі, мысалы, жаңағы Назира Голдқа келетін болсақ, одан да басқа қылмыстық істер бар. Жаңағы қылмыстық жолмен табылған қаражатқа да жаңағы қылмыскер дейікші, ол ақша түрінде ұстауы мүмкін, немесе ол қаражат мүлік сатып алуы мүмкін. Енді қылмыстық істер бойынша әртүрлі жағдай болады. Мысалы, бір қылмыстық іс бойынша бізбен жаңағы ол қаражатқа мүлік сатып алғандығы анықталады. Ол мүлікке біз қылмыстық іс жүргізу кодексінің талаптарына сәйкес соттың санкциясымен тыйым саламыз. Одан кейін сот үкімімен ол тәркіленеді. Одан кейін ол сот үкімі шыққаннан кейін ол жаңағы аукционға қойылып сатылады. Одан кейін жаңағы сот орындаушылар арқылы ол қаражат жаңағы жәбірленушіге қайтарылатын болады. Қанша салғанына қарай ма? Қанша салды, сонша алып шыға ма? Мысалы, тағы да бір қызық жай есіме түсіп жатыр іс бойынша. Бір азамат бізде жаңа қаржы пирамидасы бойынша 1 миллион теңге салған. Бастапқы жаңа 2 айында жаңа 400 мың теңгесін 20% алып үлгерген. Потом жаңа содан кейін жаңа қаржы пирамидасы ашкерленді, ұйымдастырушы жаңа қамауға алынды, сонымен іс тергеп жатырмыз. Енді жаңа жәбірленуші келіп, жаңа адам бізге келіп миллион теңгеге жаңа арыз жазады. Сол кезде жаңа бірақ миллион теңге салуын салып, бірақ 400 мың теңгесі алып үлгерді, 400 мың теңгесі. Заң бойынша енді оған келтірілген залал сомасы 600 мың теңге. Бірақ ол адам келіп 1 миллион теңгеге арыз жазады. Артығымен, да. Енді сондай жағдайлар болады. Ондай тұста қалай анықтайсыздар енді? Жоқ, жаңағы қылмыстық істі жаңа бастаған кезде біз жаңа тінту әрекеттерін жүргіземіз, әртүрлі жаңа бухгалтериясын аламыз, ноутбуктары бар, жаңағы былай айтқан кезде записной книжкалары бар. Сол жерден әдетте көре аламыз. Кімнің қанша бергенін көруге болады. Дұрыс айтасыз. Сол жерде де көрдіңіз, алаяқтық белгілері болады, е? Дұрыс айтасыз. Ал мүлдем арыз бермеген адамдар ақша қайтару, арыз бермей ақша қайтару мүмкін емес қой, е? Мүмкін емес. Заң талаптары. Ондай адамдар да бар, е? Кейін салған ақшасына ешқандай да бір өзде талап қоймай, арыз жазбай, сөйтіп сол күйі қала ма? Кейбір азаматтар бар, шын мәнінде арыз жазбаймын дейтін азаматтар бар. Өздерінің атын шығармас үшін. Өздерінің атын шығармас үшін әртүрлі жағдайлар бар. Енді жазбайтындар бар, шын мәнінде. Жақсы, Алмас мырза, енді тағы да бір танымал сұрақтардың бірі бізге келіп түсетін. Пирамидалардың аттарын атамай қою түсінтіп өйткені олардың да бірнеше түрі бар ғой. Алайда сол пирамидаларды жарнамалаған адамдарға байланысты. Өзіміз білеміз ғой, енді белгілердің бірі агрессивті маркетинг, реклама, е? Танымал адамдардың атын атап, аттарын атап, жаңағыдай кейде сілтемелерін жіберіп жатады. Осы тұста жалпы оларға құқықтық баға беру үшін қандай әрекет керек? Дұрыс айтасыз, ондай азаматтар бар. Оларға қатысты жаңа қылмыстық кодекспен жауапкершілік көзделген. Мен сол жаңа ескертейін дегенім, мысалы тіпті жарнама бермеген күннің өзінде
аталған пирамидалардың енді өздерінің бір отырыстары болады ғой, тимбилдингте де мысалы түрлі форумдар. Сол кезде мысалы аталған жаңағыдай шараға бір деңгей беру үшін де шақырылып жатады танымал адамдар, жұлдыздар, өнер майталмандары. Олардың да міне осы жалпы алған кезде бәріне бір қандай бір құқықтық баға беру үшін не жасау керек, не істеу керек? Бұл жерде ең бастысы жаңағы шақырылған адам дейміз ғой. Ол адамның жаңағы қаржы пирамидасы. Енді ол адам жаңағы айтқан сияқты жаңағы тимбилдингқа келеді, өздерінің жаңағы собраниялары болды. Сол кезде жаңағы танымал адамдар келіп, жаңағы былай айтқан жаңағы дұрыс айтасыз, реклама дейсіз ғой. Енді ол адамға құқықтық баға беру үшін біз бірінші ол адам бұл қаржы пирамидасы екенін білді ме, білмеді ме, соны анықтауымыз қажет. Егер де ол қаржы пирамидасының бұл қаржы пирамидасы екенін біле тұра жаңағындай әрекеттер жасса, оның іс әрекетінде қылмыс құрамы. Оны білмегені қалай білеміз? Енді ол үшін әртүрлі жаңағы тергеу әрекеттер жүргізіледі, жедел іздестіру шаралар жүргізіледі. Оны қандай жаңағы жедел іздестіру шаралар екенін енді өкінішке орай қазір студияда айта алмаймыз. Түсінікті. Сот үкімі шықты. Жаңағы іс бойынша мысалы алысқа бармай-ақ, нақты бір істі алайықшы. Жаңағы Назира Голд дедіңіз ғой. Ол жерде қателеспесем 10 адам жауапкершілікке тартылды. 10 адам жауапкершілікке тартылды. Енді әрбірінің жеке рөлі болды ғой. Бұл пирамидада 4000 адамның басын қосу, олардың бәрінің жұмысын реттеу. Әдетте ондай пирамидаларда біз тек ұйымдастырушысын көбіне естіп жатамыз, біліп жатамыз. Тіпті шағымданатын адамдар, болмаса қорғап шығатын адамдар ұйымдастырушының ғана атын айтады. Негізгі адамдар кімдер, олардың рөлдері қандай болады? Жоқ, енді қаржы пирамидасын бір адам былай айтқан кезде жүргізе алмайды. Оның міндетті түрде көмекшілер болады, сыбайластар болады. Жаңағы осы қылмысқа келетін болса, бұл жерде жаңағы активный участники дейміз ғой. Өздері салымшылар бола тұра басында. Соңынан жаңағы Назираға қосылып, басқа адам тартып, рекламасын жасайтын адамдар бар. Жаңағы 10 адам үшін ондай адамдар бар. Одан бөлек жаңағы бухгалтериясын жүргізген азаматтар бар. Инкассация жасаған азаматтар бар. Солардың арқасында жаңағы құқықтық баға бере отырып, біз жаңағы осы қылмыстық іс бойынша қазіргі таңда жаңағы 10 адам дейміз ғой. 10 адамға қатысты қылмыстық істі аяқтап, жаңағы сотқа жолдадық. Сот үкімі шықты. Одан бөлек қазіргі таңда жаңа айтқандай ол істен тағы бір істі бөлектеп алып, жаңағы басқа да жәбірленуші жұмыс істеу барысында жаңа Нұржан Назираның, жаңа Назира Голд ұйымдастырушының басқа да сыбайластар анықталуда. Оларға қатысты жаңағы қазіргі таңда тағы да қылмыстық іс тергеліп жатыр. Жақын аяуда ол да қылмыстық іс аяқталып сотқа жолданады. Яғни жаңағы айтайын дегенім, әрбір жәбірленушімен жұмыс істеген кезде жаңа жауап аламыз. Жаңа мән-жайлар бізге анықталады. Мысалы, бір жәбірленуші былай айтқан кезде біз білмеген, мысалы, Абирова деген кімнің Назира Голдтың, Нұржан Назираның сыбайласы бар екен білеміз. Басқа жаңағы жәбірленуші тағы бірін атымай, сол сияқты жаңағы қылмыстық істі тергеу барысында жаңа мән-жайлар анықталып, жаңа тұлғалардың аттары шығып жатады. Ол бәрі тергеу амалдарының нәтижесінде белгілі болады. Дұрыс айтасыз. Жақсы, енді біз тек жаңағыдай салдарымен ғана күресіп қоймай, себептерін айтып кетуіміз керек деп ойлаймын. Бірден бір яғни осы сәтті пайдаланып біздің көрермендерге негізгі белгілерін тағы да қайталап өтейік. Ол артық етпейді, өйткені енді түсінікті. Бірінші кезекте ол жаңа салымшылар тарту, үнемі, үздіксіз. Одан бөлек не нәрсеге мән беру керек? Мысалы, аталған кейстерді ескере отырады, іштен зерттей келе. Қаржы пирамидасы жаңағы ұйымның тіркелген, тіркелмеген тексеру керек. Егер де үлкен табыс, үлкен ақша, мана 40%-дан жоғары, 40%-да ондай жарнама естіп жатсаңыз, міндетті түрде жаңағы ойлану керек. Ондайда әдетте керісінше ойланбайтын сияқты ғой, 40% көбейген сайын, мысалы, жаңа жарты жылда 200% дедіңіз бе?
жарты жылда 200%-ға мысалы өзіміздің елімізде базалық мөлшерлеме 18%, ұлттық банктің белгілеген. дұрыс айтасың. Одан өзге жаңағыдай 20%-дан жоғары ол өзі жаңағыдай кез келген бизнес ондай пайда бере бермейді. Сол себепті осыған ерекше мән беру керек. Алмас мырза дұрыс айтады. Және құжат мәселесі, лицензияны айтып өттіңіз. Сосын мына бір жайтқа да мән беру керек сияқты, көбіне қолма-қол ақша арқылы жүзеге асады. 170 миллион теңгені мысалы ол перевод жасаған жоқ, қолма-қол әкеліп отыр ғой. Дұрыс айтасыз. Қолма-қол ешқандай құжаттар берілмейді. Ал алтынның мысалы рөлі қандай болды бұл жерде? Зергерлік бұйымдардың. Алтынның рөлі бұл жерде орысша айтқанда для создания видимости. Сонда алтын сату болды ма? Әлде қалай? Алтынды ол алтын сатумен айналысты шын мәнінде. Бірақ ондай көлемде емес. 1-2 килограмм алтын сатып алады. Мысалы, қателеспесем, қаржы пирамидасы жаңа ең басталған кезінде алтынның құны базарда 28 мың теңге тұрды. Жаңа грамм дейік. Енді бұл мен 24 мың теңгеден алатын жерім бар. 24 мыңнан аламын да 28 мың теңге сатамын деп, сөйтіп халыққа инвестиция жаса деп, халыққа для создания видимости көрсеткен. Алтын өнімдер бар, бұйымдар. 1 килограмм, 2 килограмм. Бірақ жаңағындай халықты тартатындай, жаңа 4 миллиард теңге салатындай, 4 мың салатындай, ондай алтын бұйымдар болмаған. Түсінікті. Алмас мырза, енді жалпы қаржы пирамидаларын айтып жатырмыз ғой. Профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр агенттік тарапынан. Біз үнемі үздіксіз халықпен бірге әрбір категориямен, яғни жаңағыдай сіз айтқандай білім саласында 45 жастан асқан әйелдер деп көбіне кездесетін, денсаулық саласындағы мамандармен, еңбек коллективтермен, студенттермен де барлық шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Яғни превентивті жұмыстар белсенді жүріп жатыр. Түптеп келгенде қаржы пирамидаларын ауыздықтауға бола ма? Ауыздықтауға өте орынды сұрақ та. Біз енді жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде енді тек агенттік тарапынан емес, қоғам тарапынан да бір қолдау керек қой. Жалпы бәріміз бір жағадан бір жеңнен бас, бір жеңнен қол шығарып. Дегенмен адамның да бір періште алтын көрсе жолдан аяды деген сияқты ондай мәселеде жоқ емес фактор. Оған да қатысты агенттік өзінің бір механизм енгізіп отыр. Қандай да бір белгілерін сезсе, алдын ала адам 4 мың адамға дейін көбеймей, 40 адам жиналса, оның өзін тоқтатуға мүмкіндігі бар. Бірақ әлі де қаржылық пирамида жайттарын, фактілерін анықталып отыр. Түптеп келгенде оның бәрін жою үшін жалпы елімізде ондай мақсат бар ғой енді бізде. Сонда жүзеге асыру үшін не жетіспейді жалпы, және де не істеу керек? Бұл жерде енді жаңа сіз айтпақшы, шын мәнінде да агенттік тарапынан жаңа превентивті көптеген жұмыстар жасаудамыз. Жаңа статистика келетін болсақ, қанша дегенмен қаржы пирамида фактілерін тіркеу саны соңғы кезде азаюда. Ол жаңағы осы превентивті жұмыстардың нәтижесі. Енді қаржы пирамидасы бар, ол бүткіл әлемде бар. Тек қана Қазақстанда емес, Ресейде, ақш-та да, Европа елдерінде де. Енді өкінішке орай ондай тіркеу фактілері анықтауда, қылмыстық істер анықтауда. Бұл жұмысты ары қарай жалғастыру керек. Халықтың жаңағы қаржылық сауаттылығын арттыру қажет. Сол кезде қаржы пирамиданы жеңеміз деген ойдамын. Біз осы сөзіңізге қосыламыз, әрине. Сол мақсатқа жету жолында жұмысты жалғастыра береміз. Көп рахмет. Бүгін біз қаржы пирамидаларына қатысты негізгі сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Көрермендерді ескертеміз. Біздің АФМ РК ресми парақшамызға, Instagram әлеуметтік желісінде болмаса 1458 кол орталығына хабарласып, өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Өйстіп, АФМ толық сайдарында біз келген қызметкермен қаржылық мониторинг агенттігінің сіздердің сауалдарыңызға барынша түсінікті әрі жалпақ тілде жеткізуге тырысамыз. Қаржылық пирамидалардан сақ болыңыздар. Бұл тақырыпты бүгіннің кеңінен тарқатып,
бізге жеткізген Алмас Манатұлы, Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп тексеру департамент басшысының орынбасары. Ал әзір сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта қайта қауышайық.